Тікелей эфирде жаңалықтар. Өңірлік қоғамдық келісім коммуналдық мемлекеттік мекемесі жастарды кәсіпкерлікке баулу мақсатында табыс жетістік құпия атты TEDx форматындағы кездесу өткізді. Ерекше форматтағы жиынға кәсіпке қызығатын өз ісін бастағысы келген жастар мен табысты кәсіп иелері қатысты. Қалталы азаматтар кәсіп ашуда кездескен түрлі қиындықтар туралы айта келе шаруаны дөңгелетудің қыр-сырымен бөлісті. Жастарда табыс табу тұрғысында ой пікірлерін айтты. Басқосудың басты мақсаты отандық өнімді қолдап, насихаттау, оны өндіретін еңбек адамдарын дәріптеп, қызығушыларға кәсіптік бағдар беру. Қатысушылар, көрермендер, әр саланың өкілдері табысқа жетудің құпияларымен танысып жатыр. Яғни әрбір қиындық болады. Сол қиындықтарды қалай жету керек. Бұл кәсіпкер азаматтар бар. Сонымен қатар ауруды жеңіп, жетістікке жеткен жеңу жолдары, құпиясы барлығы осы бүгінгі кездесу аясында айтылып, елдің дамуына қосатын жастар болу керек екеніміз біз қазір сол бағыттағы жұмыстарды жалғастырып отырмыз. Жас кәсіпкерлерге бұл кездесу өте керек деп санаймын. Бұндай TEDx кездесулері өте маңызды. Себебі бұл кездесуден олар өздерін мотивация алады, біріншіден. Екіншіден, бұл бұрыннан келе жатқан кәсіпкерлер болғандықтан олардың көптеген тәжірибесін біледі. Олар қандай қиындыққа дайын болу керек екенін біледі. Яғни өзіме де бұрыннан мектеп кезінен кәсіпкерлікпен айналысқым келді. Енді кәсіпті басталды, бұл мотивация маған оңай болады деп есептеймін.